Енді алдағы уақыттарда біздер бүгінгі дөңгелек столымызды қорытындылайық. Қорытындылау үшін бізден бірінші деңгей бітіріппеген, екінші деңгей бітіріппеген, және үшінші деңгей бітіріппеген пән мұғалімдеріне сөз кезегін берейік. Енді осы кісілер қазіргі уақытта өздерінің нақты формада өтіп жатқан, жаңа форматта өтіп жатқан сабақтар туралы қысқаша ғана 1-2 минуттан сіздерге сөз кезегін берейік. Сабақ жоспары міндетті түрде керек. Ол сабақ жоспары біріншіден сапасына әсер етеді. Егер сабақ жоспарын біз дұрыс құрып, өзіміздің бүгінгі сабағымыз қалай өтсеміз жоспарлап келсек, мысалы ол мұғалім сабағын жүйелі өтсе болады. Ал енді егер сабаққа жоспарсыз кірген мұғалімнің сабағы меніңше стихийно өтеді, ешқандай ұйымдастырылмаған. Екіншіден біз сабаққа кіргенде мақсат қойып кіруіміз керек. Егер сол мақсатты қойып кірсек, сол мақсатымызға жүзеге асыра аламыз. Енді қазіргі мына дәстүрлі немен салыстырғанда ең бірінші сабақ жоспарды дұрыс ұйымдастыра алатын мұғалім бірінші интербелсенді әдістерді түрлерін меңгерген болу керек. Егер интербелсенді әдістерді меңгере алмаған, оның қандай әдістері бар, қандай түрлі әдістері бар, соны егер сабаққа пайдалана берсек, біз деген соған машықтанып кетеміз. Содан кез келген сабақта ой міне мен бүгін мысалы бұл кестесін тұрақты пайдаланып жүрмін, ары қарай келесі сабақтарда оны балалар өздері алып кетеді. Сол сияқты көптеген бұл кесте нелер бар. Кейде мен жаңағы пән мұғалімдерімен кәсіби сұхбаттасып отырған кезде сабақ жоспарын қалай жасасам екен деп ойланып отырады. Не істесем екен деп. Сол үшін ең бірінші интербелсенді әдістер жақсылап меңгеріп алса, ол мұғалім кез келген сабақта өзінің шеберлігіне байланысты әдістерді пайдаланып кете береді. Содан кейін сабақтың ортасында да өзінің жаңағы оқушының ыңғайына қарай әдістерін өзгертуде. Енді мына тренерлікке сіздерді оқытты ғой енді. Осы тренерлікке байланысты жалпы қазір оның негізгі мақсаты не? Мысалы жүргізіп жатқан. Жоспарларыңыз қалай? Қосымша жүргізіп жатыр ғой? Қосымша жүргізіп жатыр. Биыл жазда біз 2016 жылы осы тренерлік бірінші деңгей, екінші деңгей мұғалімдерді оқытты ғой? Бірінші, екінші деңгейдің мұғалімі өтті. Назгүл екеуміз өтіп келдік бұл мектептен. Енді екеуміз жаңағы осы мектепте мектеп тренері болып сабақ өтіп жатырмыз. Бұл сабақ 100 сағат көлемінде академиялық сағат. Біз аптасына 4 сағаттан жаңағы сабақ өтіп жүрміз мұғалімдермен. Бұл сабақтың мақсаты жаңа әдіс тәсілдерді меңгерту ұстаздарға. Сол болып табылады. Қазіргі күні біз деген 19 сағатқа келдік. Енді мына жылдың аяғына дейін біз сол 6,5 айымызды аяқтауымыз керек қой.